Холецистит, яғни өт қабының қабынуы да бүгінде жиі кездесетін дерттердің қатарына жатады. Бір ерекшелігі, ол көп уақытқа дейін білінбей дами бастайды. Адам ауырған кезде де оған дәл диагноз қою оңай емес. Дегенмен, медицина қызметкерлері үшін оның өзіне тән белгілі жақтары бар. Яғни, науқасты үнемі бас ауруы, бас айналуы, тершеңдік, ашушаңдық, ұйқының бұзылуы немесе депрессия байқалады екен. Ал жалпы ол дұрыс тамақтанбаудан пайда болады. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Құрметті оқырман, 100 000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Өт қабының қабынуына бірінші кезекте адамның ащы, тұзды, қуатты, тәтті тағамдарға тым әуестігі және тамақтану режимін сақтамауы себеп. Ауыр тамақты көбіне ұйқыға жатар алдында ішуде осыған әкеп соғады. Қимыл қозғалыстың аздығы, артық салмақта осыған жол ашады. Дегенмен ауру туындауының ең негізгі себебі өт қабы микроб түсуі. Яғни микроб жоғарыда атылған жайларға қозғау салып өршітеді, осыдан холецистит туындайды. Ал өт қабына микроб қайдан келеді? Микроб өт қабына ішекпен, өт жолдары, қан, лимфа айналымы арқылы инфекция ошақтарынан, көмекей безі, ауыз қуысы, құлақ, мұрын қуысы, несеп жыныс жүйесі қабынуы, бауыр, вирус түсуі, ішек құрттарының улануы тағы басқа осылар келеді. Осыдан өт қабының қалыпты жағдайы бұзылып, онда тас түзіле бастайды. Холецистит өткір және созылмалы болып екіге бөлінеді. Өткір холецистит сирек кездеседі. Егерде дер кезінде тиісті ем қолданса, одан арылу қиын емес. Ауру бірден белгі бермей баяу дамайтындықтан, оның созылмалы түрі жиі кездеседі. Өткір холецистит белгілері мынадай: жоғары температура, жүрек айнуы, құсу, оң жақ қабырға астының ауырсынуы, кейде терінің сарғыш тартуы. Дегенмен бұлардың ішінде ауырсынудан өзгелері адамды асқа алаңдатпайды. Ауырсынуды өзі қатты білінбесе де, адам дәрігерге көрінбей жүре береді. Ал егер дәрігерге көрінсе, ультрадыбыстық зерттеу арқылы науқасқа дәл диагноз қоюға мүмкіндік бар. Өкінішке орай науқастар холецистит созылмалы сипат алғанда ғана дәрігерге көрініп жататыны рас. Созылмалы холециститке таңертең немесе тоя тамақ ішкен соң ащы дәм келуі, оң қабырға астында ауырсыну білінуі, ол ішті айналып та кететіні бар. Терінің қышуы, кейде сарғаюы, жүрек айнап құсуға тән болады. Әсіресе спиртті ішімдік қабылдағанда бұл белгілер анық біліне бастайды. Өт қабынуының тағы бір себебі тас түзілуінен болатын қолайсыздықтар соңы панкреатитке, холангитке, перитонитке, бауыр абсцессіне апарып соғатын кездер бар. Холециститке диагнозы дәрігерге түрлі тексерулерден кейін қояды. Қалай емдеу керегін анықтайды, қажет болса науқасқа операция жасайды. Жалпы холециститтен өт бетімен емделген жөн. Оның алдын алу үшін дәрігердің кеңесіне жүгінген жөн. Мен өтті қалай тазартамын? Сәлеметсіздер ме? Мен бауыр, өт, бүйректі тастан, құмнан қалай тазалап жүргенімді сіздермен бөлісе кетейін. Таңертеңгі сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін әр 2 сағат сайын 500 грамм алма шырынын ішіп отырамын. Бұл кешке дейін 8 рет деген сөз. Басқа ештеңе ішпейсіз. Қарныңыз ашпайды. Екінші күні тағы да дәл солай қайталайсыз. Осы 2 күнде шырын ішіңізді айдайды. Байқасаңыз, осы 2 күнде ішіңізден неше түрлі қалдықтар шығады. Қатты сұйық, жапырақ боп жасыл қап-қара құмалақ. Ең соңында тап-таза жас сәбидің дәреті шығады. Ал 3-ші күні таңертең сағат 8-де алма шырынына 130 грамм зәйтүн майын араластырып ішесіз. Содан 2 сағат өткен соң 230 грамм зәйтүн майын өзін ғана араластырып ішесіз. Майды тоңазытқышқа салып, мұздай күйінде біспілнамды айтып ішемін. Әрине, май ішу оңай емес. Оған өзіңізді психологиялық тұрғыда дайындауыңыз керек. Осымен процедура бітті. Ем кезінде жүгіру, жиі қозғалу маңызды. Сол үшін осы 3 күнде үйде болу керек. Бұл ем оңай және арзан, қауіпсіз әрі тиімді. Тек ескерту, ем алдында өзеге түсіп, тастың көлемі қанша екенін біліп алу керек.
Мен де екінші күні кешке дейін бүйрек пен өттегі тас үлкендігі бұршақ сияқты түрі де жасыл болып шықты. Егер өт толы болса, аузынан жасыл запыран шығады. Бәріне дайын болыңыз, қорықпаңыз. Сабыр сақтап аяғына дейін шыдаңыз. Ішіңіз бүріп ауыру мүмкін. Бұл ем әсерінен болып жатқан қозғалыс. Тас шығып болғанда маужырап ұйқыңыз келеді, тынығуға болады. Емнен кейін тек сұйық ас қайнатпа, сорпа ішкен жақсы. Бұл емнің көмегімен ағзадағы артық тұзданды арыласыз. Тұз әсерінен болатын остеохондроз, бүйрек сыздауы да кетеді. Ең бастысы тоқішек тап-таза болады. Тоқішек тазарғанын жас сәбидің дәретіндей сап-сары сұйық шыққанын аңғаруға болады. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Сіздермен бірге дертке дау арнаса. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.